Үлкен ақсақалдарды, абыстарды, той байрағын көтеріп алдыға салып берген, абжарқын ақ қолымен келген құдаларды әппақ пейілімізбен қарсы алайық. Қош келдіңіздер гәне. Көтеріңіздер! Saldana verir Asıldardan arnasımız Tepkilerden çalmasımız Erkaşanda saldana verir Kudalar geldi kudalar Beri bulayım Menge kudalar Kudalar Eski kudalar Denirim bozlar Bizde kudalar Құдаларға келген қонаққа орын берер, сенісіне төрін берер. Осылау менен бүгінгі Аңғаз Баткен әулетінің қонақтары жоғарылатыңыздар, төрінетіңіздер. Кісі жиналған жоқ, онысыне дегенмен Аңғаз әулетке Аллахтан келген 15-ке осылай абыздарымыз. Ассалаумағалейкум дедік келген ағайынға. Сөз бастаған дүрмектің талайында. Ағайынның алдына келгенімде тағы да бір кезекті лаулап, ағайын жанайында. Баршамыз жұма күні жұмылып, жұдырықпап кез болдық. Мынау жаңарқаның белгілі бір жаңарқа дейтін сарайында. Олай болса, ассалаумағалейкум ағайын, аптасына 6 күн той берсе де, қалайсыздар деп қояйын, осынау жалықпаған ағайынға. Енді той басталғалы тұр. Мына баяғыда Чапай пен Петканы ақтар ұстамап, үсті цемент, асты цемент, қабырғасы цемент бір комда қамапты. Сөйтсе екеуіне мазақтайын деген ғой енді. Ана полдың үстінде цемент үстінде жүзіңдер депті. Сөйтсе Чапай полководец қалай жаңағы бастық атаман жүзімей қойыпты. Сөйтсе Петка айтады дейді, Чапай байғұс жүзі дегенде жүзі сазайш, қазір сүрді десе бос қолесі ойды. Сол айтқанда мынау кішкентай балаларымызға кішкене ие болып, мынау цементке байланысты құлатымам жүрмейді айтылыр. Тойымызды аңшынсыз, осыны бір қызықпен өткізсек деген ниет бар. Олай болса, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Аллахтың атымен бүгінгі тойымызды бастайық. Келген қадамдарыңызды Аллах нұрдан, мынау екі жастың Алла қаласа теңдіктерін олдан етсін деп ырымдап отырыңыздар. Қош келдіңіздер гене. Бүгінгі той сіздердің құрметтеріңізге де бір қарап отырған жөн шығар деп ойлаймын. Сондықтан тойдың ортасына дейін, болмаса екінші столдың басына дейін, осы біздің құдамыз қайсы екен деп оймен көзбен іздеп отырмасаңыздар дедім. Олай болса құрметті ағайын, сол міне орталарыңызға осынау жаман жерді баспаған, үлкеннің сөзінен аспаған, жүректегі иманды сөзіне лас сөздерді қоспаған, әкенің сөзінен ешқашан аспаған, қырық үйден тыйым салып, осынау құлдыраңдаған құлыншақтарын, әнші маржандарын, алтын алқаларын бүгінгі аял алақаннан ұзап қалып отырған өздеріңізге қызым өсті деп жарыс алып, өздеріңіз осы тойда төріне қарсы алып жатқан Әмен ағаммен осындағы Мәрзия жеңгемді қошеметтеріңізбен бір шақырып қояйын. Тойдың иесі көріп отырыңыздар гәне. Тағымдағы серкеде сырғағын көрмей, кешегі күнде өзінің жастық дәурен басында тұрғанда, осы аударыспақтан мәлі республика чемпион атанған, бүгінде дәлігі тұғырынан таймаған, осы әулеттің тірегі болып отырған Матай ақсақал тойдың төрінде тұр ағайын. Осынау абызымызға бір алтарап қол соғып қойсаңыздар болады. Міне, әулеттің атқан ардақ
ардақтысы, ауылдың ардақтысы. Осы үлкендердің алдында міне бүгін әлі күнге дейін бала болып тұрса да, білек кімдікі болса, киіз соны білеген қазақ. Ендеше бүгінгі қара мына ақтамақ қарлығаштарын аялалақтарынан ұзаққа тұрған әмен деген міне әнәп, біз әмен дейміз, әнәпия деп айтты ішінде да. Әнәпия деген ағамыз осы. Әрине бір Алла өзі жар болсын, жүректері, иман жүздері жастардың ар болсын, Аллахтың өзі қосса, бір-біріне мәңгілікке пар болсын деген тілек бар. Дегенмен осы бәтіміз Алладан қорқамыз. Әнәпия ағамның қорқынышы бөлек бірақ. Бұл кісі көшеден көріп қалса, бауырым деп әрқашан демеп тұрады. Кішкентай қуанышы болса өздеріңізбен бөлісуге себеп қылады. Жетім көрсе, жебеп тұрады. Жесір көрсе, көмек бермей тұрады. Өйткені ол Мәрзия жеңгеме деген адалдығы, осынау алдарыңызда адам болып қалыптасқан адамдығы. Сол үлкен ағамыз мені бүгінгі текті әулеттің тірегі болып жатса, осы әкең сенің шаттанар, маздады деп шырағың, анаң сенің мақтанар, табылды деп сыңарың дейді. Кешегі сыңғырлаған қоңыраудай құлыншақтары бүгін жат-жұртқа кеткен тұрса, тебіренсе де осынау текті елжиіп той беріп жатқан Әнәпия ағам мен Мәрзия жеңгеме бір ыстық ықылас танытыңыздар ағайын. Бүгін сол текті әулеттің тірегі болам деп, өзінің теңін Алла беріп тауып жатса, нұрдың үстіне нұр болсын. Ендеше құрметті ағайын, көп кешіктірмей, шамасы келгендер орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, осынау міне ел мен елдің арасын, екі жайлаудың арасын жалғасам деген ниетпен келіп тұрған ер азаматымызды, күйеуді қарсы алайық ағайын. Рахмет деп жатыр мұнаға. Күйеу бала. Интернеттегі сен ғой деген деп жатсың. Рахмет деп жатырмыз. Міне, олай болса, құрметті ағайын, мына күйеу жігіт алдарыңызға келіп тұр. Бөтен емес, ауылымыз араласып, қойымыз қораласып жатқан. Кешегі міне абызымызға осынау Сәкенді Алаштың ардақтысына төр болған, бүгінде ынтымағы сөгілмеген ынтымақ дейтін ел болған төрден келіп отырған күйеу азаматымыз, ұлымыз, ұланымыз. Сондықтан осынау келген жалпақ жұртқа өзі бір ауыз айтып өз-өзін таныстырып өтсе. Ассалаумағалейкум. Микрофон ұстап тұрады шығарсыз, стойка емес болмыз. Таныстырып өзіңізді жақсылап таныстырып. Ассалаумағалейкум. Қайшыл қолым. Сәкен оғым туылмасын. Атым Азамат. Бәрекелді, атым Азамат деп жатыр ғой. Әрине бұл кісіні екі жас бас қосып жатса, елдің арасында ғажабақ. Бүгін мені күйеу болып келсе, Азамат ел көп жиналып қапты, бірақ менің қалыңдығым қайда деп, сол ойға оны тұрған мазалап деп жатырмыз. Ендеше құрметті ағайын, осынау текті елден кешегі міне Сайын даланың төсінде Жаңарқаның тұғырына ту біліп, жердің апшысын қуырып, алталашты Ақмаңдай Ақселеудің төріне жиған Сайдалы баба ерінен қыз алып жатқан азаматтарыңыз жігіттің көрегені бүгінгінің
төлегені деп қойыңыздар. Ендеше сол кешегі төлегеннің қасында шеге жүрсе, қасындағы мына қап-қарашық бала неге жүр демеңіздер. Арқасы үйдің жартасы, досы, көңілінің қошы. Бір қошемет деп қойыңыздар кәне күйеу балаға, азаматқа. Қарайды, танып алады. Бәрекелді. Рахмет дейді. Бір гүл беріп жатсың ғой, Аллаға шүкір деп жатырмын. Бірақ осы әйел адамдардың осы қашанда осы алғашқы өшіретті, осы алдыңғы лекті алып кететін мені қатты толғандырады негізінде. Әрине мынау жарым ғой деп гүл беріп, енем ғой деп гүл беріп атсың, айналайын, атам ғой деп әнапияға бір қол беруіңе болады ғой елдің алдында. Барсайшы. Ассалаумағалейкум деп. Сөйтейші мені. Бәрекелді, міне елді бір спорт деп атыңыздар. Ол кісілерге бәрібір күн уақыт мәз болып тұра береді. Ал құрметті ағайын ендеше, мынау қасында тұруыңа болады. Ал құрметті ағайын, міне осындай бүгінгі әрине біздің ауылдың балалары иманды болады, ұяң болады, ибалы болады.
әлгі басқа шауып төскөрлемей, әрқашанда тәртібін тағдамын көрсетіп жатып, осындай міне құрметті ағайын, мына балдарыңызда ептеп, ұяң болып тұрғанына қарамаңыздар. Ол иманнан, ендеше құрметті ағайын, осындай иманды, ибалы ұлдарыңызбен, міне кішкентай ғана алтын алқаларыңыз бас қосып жатса, Аллахтың берген нығметі деп біліңіздер. Елдің куәлігімен бізде жаңағы осынау рәсімді көпке создырмайық, құрметтеріңізбен, қошеметтеріңізбен азаматтың қос жеңгесін шақырайық. Мына кішкентай ғана сыңғырлаған қоңырауымыз бүгін құлдыраңдап, үлкен өмірге қанат басып жатса, сол ақ жарқынға сырғамызды саламыз деген ниеті бар екен. Қош көрейік, қарсы алайық қана. Сәлеметсіздер ме, тойға жиналған қауым, тойларыңыз құтты болсын. Мен осы әулеттің үлкен келіні боламын, есімім Айгүл, Азамат қайнынымның. Азамат қайныным Ақжарқын, бүгінгі тойлары құтты болсын, сендерге тек жақсылық тілеймін. Алланың назарында, бақыттың базарында болыңдар. Сол барлық жақсылық болсын, тек қана бақытты болыңдар. Бүгінгі сырға салуға рұқсат етіңіздер. Тойға жиналған қауым, тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі Азамат қайынным, бүгінгі құсы құтты болсын қондырған. Тек қана бақыт тілеймін сендерге, бірлі шүбірлі болыңдар, бар жақсылық. Бәрекелді құрметпен қарайық, қошеметпен қарайық кәне. Аллахтың атымен салыңыздар. Қолпаштап қошеметтеп тұрайық, құрметті ағайын. Кәне. Бәрекелді. Рахмет Арсал, ол кісілер жаңа несін сала берсін. Жеңгем, рахмет, сізге де рахмет. Осы, құдағи, маған жеңге ғой әулетке. Мынау айтып жатырмын, енді көрімдік ретінде беріп атсыз ғой. Міне әрине қыздар барса басқа үйге, мен ойлаймын бара жатыр деп сізді көріп жақсы үйге. Мына үшінші жеңгесі көре алмай қалдыңыз. Оған тақтасаңыз Каспийге деп жатырмын. Айтып жеңгелердің арасында бір не тумасында жатқаным ғой. Бәрекелді, қол ұстасып енді алдыға шығуларға барып шықшы. Келе ғой. Бәрекелді. Ал қадаған әлеумет, 2 жас жалғағанда араны кең тойғып жатырмыз. Жазира жаңарқадай даланы кең. Олай болса баршамыз бір алқалақпайық. Сендердеп болып жатса жиынмында ағайын сөз сөйледі маған бүгін Алла қиын қылма. Байқап тұрсақ, азамат бір әулеттің тектісі екен, бағасын азаматтың қиын қылма. Мұнан бері Ақжарқын осы әулеттің алтын алқасы, ертеңгі күні өмірін қиын қылма. Сұрарым, осы әулеттің еркелерін бір Аллахтан басқаға сыйындырма деп, 2 жасты алқаласаңыздар, өздеріне деп жайылған ақ дастарханға құтты орнына қондыра әккен ағайын. Бізді бастайық. Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен біз деген ұлағатымыз бар. Әрқашанда ұлдарымызды ұлықтайтын болсақ, жаңа осы әулеттің үлкені тірегі, елдің атасы болған абызымыз Матай Ақсақалды әспеттеп жатырмын ғой. Енді ол кісінің әрмен қарай осы өмір жолын бірер ауыз сөзбен жаңағы өздеріңізге жеткізет деген оймен үлкендерді шақырмақпын. Хақ жарылқап күн туып, күнде қызық болсыңдар, келін түсіп әулетке алғи бала толсыңдар, ер азаматтар аман боп, бастарында бағы қонсыңдар, мерекелеп тойлап, күн осындай жиынға жұрт жиылып келсіңдер. Бұл айтылған кешегі бабамның ізгі тілегі, сол тілекті тілеуге тойдың төріне кеп тұрған, мен солардың біреуі деп кеп отқан ардақты абыз әке шешемізді бастатып, Маткен Ақсақалмен Орынтайдай үлкен анамызды бастатып, Сапар анамыз, Әбирхан Қарлығаш әке шешемізді, Рысты, Бибіғайша үлкендерімізді қошеметтеріңізбен орта қалдырайық. Ал, құрметті құдалар, тойлары құтты болсын, 2 бала бақытты болсын, өмірі ұзақ болсын деген сол. Ата-аналары Ал құдалар, қадамдарың құтты болсын. Өздерің 2 бала бақытты болсын. Дендері сау болсын, дегендеріне жетсін. Ел алдының өздері қатарында басшы болсын. Дендері сау болып,
Özlerine Құдай бақ берсін, дәулет берсін, халыққа қалаулы елге елеулі болсын. Арзақының бақытты болсын құлының. Осы бір қыз емес отырған, осы 7-ші қыз немередің. Енді басқа осы Құдайға шүкір бар. Өзімде байлығым Құдайға шүкір берген балаларым бір-бірін сол қанағат шүкіршілік қыламаларың бергеніне тойласын тойленгендер. Құрметті достар, ағатай, жеңеше, Нәбия, Мәрфия, Екода бақытты болсын, жасағандар тойлары құтты болсын. Құдаларды алды, сіздерге алды сізге қайырлы болсын аламын. Екода бақытты болсын, азғандар ашық болсын, замандары тиіс болсын. Құлының ақ жақын, бақыттылар деп бардың ғой барған жерге бақылар сыналды. Ақ сөрсін, қыдыр да арсын. Алла тойдан тойластырсын, екі жаққа бақытты болыңдар. Құрметті олар, құрметті жиынға жинанған біздің ағажанқын басқырымыздың шарып салды тойына құтты келдіңіздер. Құдалар, сіздер бөтен емессіздер. Біздер сіздерді жақсы білеміз. Сіздерге жақсы келін, сіздерді жақсы өмірді сүймейтін, жақсылыққа итермелейтін келінді алып атсыздар. Құтты болсын. Бүгінгі осындай тойға жездем мен апам 91-де қатысып тұр. Бұда бір жақсылықтың нышаны. Жастарға бәрі жұмысты болсын. Елім заман жұмымыз күш болсын. Жастар бақытты болсын. Сол Алла тағаланы тілейміз. Аман болайық бүгін. Ағатай тәте, Нәбия, Мәрсия, мына бүгінгі Ақжарқынның сабаларының артында еңбек тұрған күні балалар бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, деніндегі сау болсын. Алла жолыңды ақ қылып, барған жеріңде бақыттылық, барған жеріңде бақыттылық айналайын. Әумин айтқандарыңыз келсін. Естелікке бір суретке түсіріп аласыздар ма? Үлкендер түсіріп алыңыздар. Өздері барда жанында еліші жомарт еңселі, дәлесі жүрер қанында даланың бір-бір бөлшегі, әлінде талай жырты боп, мадақтайтығын сан жыршы, даланың исі, бабаның исі бұрқырап, үлкендер аман сау жүрші деп. Үлкендерге бір ұлықтап, дәстүрімізді құрықтап, қолыр қошемет қойыңыздар ағайындары. Мына құрметті ағайын 90 деп жатырмыз ғой. Расында да 90 дегенде бір үлкен тұғыр ғой құрметті ағайын. Екі бала бақытты болып, Аллаға. Құрметті ағайын, әдемі жүздеріңізбен әдемі ақ дастарханнан орын алдыңыздар ғой. Жақсының жүрген жері шашу, жаманның жүрген жері міне ашу дейді. Әуелетіп әуелет той қылғанда осы әсем әнмен, мынау құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй деп өздеріңіз бір әсем әннің толқуына тербетпекпіз. Ендеше жан жүрегімен, арымен міне ұяты, иманы, өнермен өнегені, өмірді қатар ұстаған қос бірдей қарындасымыз орталарымызға келмекші, алқалап отырыңыздар. Айкерім мен Ардананы қарсалайық құрметті ағайын. Жан жүрегім жазира жаңарқа деп ән салынмақшы. Тойларыңыз құтты болсын. Турабай Есенов ән салған қырларында, аулым жүр жайлыбай ғалымның жырларында. Алыстан қол бұлғап биігі ақ селеудің, қайраттай дара ұстарындар жүр жалында. Жанымның мекені жаңарға, әнімнің мекені жаң
тойдың төріне келгенде атарылтып алыстан келе құшақ жайысқан, қызымды алып қыз беріп, қызығымды бір көрген, құдалар келген осы той дейді. Ендеше осынау ел құралып жатқан жерге ақ тілегімізді, ақ жүрегімізді білдірсек деп, Матай әулетінің құдалары келіп тұр. Алыс берісі, барыс келісі, жайымды көрпесі дайын, сыйы үзілмеген осынау сыралғы елден бір жақсы тілек болсын деп, асабаның алаңына ағайын жұрттың назарына әулеттің құдалары Рәш, Ахмет, Бағжан, Айнагүл, Бейбігүл, Мұқатай, Сәуле, Талғат мереке, Ербол, Гүлжан, Дәулет мереке деп, осынау мерекеге берекелі құдаларды қарсы еткені. Құрметті құдалар, адамдарымызға гүл түсін, 2 жас бақытты болсын. Мен осы әулеттің құда болғанын 15 жылдай болып қалмайды. Ағайындай болып. Жақсы, кейде балалар бұлар бақытты болар кеткенен ақ жарқын, өте тәрбиелі, жұмысы бар. Жұмысқа енді бізде қайырдамалы үлгілі ұстаз, сояғының барлығы жақсы. Ал енді Мұратты бұрыннан білеміз. Сәкенді өзім құдаммен жолдас. Сондықтан сендер жақсы араласып кетесіңдер деп сұраймын. 2 жас бақытты болсын, келген адамдармен өлмесін. Ал енді құда-құдағилар келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мына 2 балаларыңыз бақытты болсын. Шаңырағы биік, босағарысы берік болсын. Ал енді Әнәбия, Мәрзия, мына балаларыңыздың барған жері бақытты болсын. Барған жерінде бақытты болсын. Дендері сау болсын, босағасы берік болсын. Ал енді Ақжарқын, сен енді барған жеріңе тастай батып судайсың, үлкенді сыйлап, мына алдағы апаларың сияқты жақсы, бақытты болыңдар. Құрметті тойға жиналған қауым, қазақтың салт дәстүрі бойынша Әнәбия құдамыз Ақжарқын қызымызды ұзатып жатыр. Ақжарқын ұзатып жатырмыз. Бақытты болсын, барған жеріне тастай батып судайсыңыздар. Өнегелі, үлгілі, мынау егемен еліміздің үлгілі отбасы болады деп сенемін. Бақытты болыңыздар, бүгінгі шүрлі болыңыздар. Мен айтқандарыңыз келсін. Осынау тектілердің жас тілегін түйіндейік аға. Ассалаумағалейкум, тойшыларым. Ата, апа, апай, Мәрзия, мына енді балаларыңыз бақытты болсын. Өмір жастары ұзақ, алдағы қадамдарыңыз өте биікте болсын. Мұғалім апай деймін, Ақжарқын деймін, бәлкім. Мұғалім апай енді бақытты болыңдар енді. Мына азаматты да олар екеуіңізді бақытты болыңдар. Рахмет. Тойларыңыз құтты болсын. Әнәбия, Мәрзия, тойларыңыз болып, жастар бақытты болсын. Қаңырақтары биік, босағалары берік болсын. Денсаулықтары мықты болсын. 2 жақта сыйлы болсын. Той бола сөйлесін. Рахмет, айтқандарыңыз келсін. Тақ қалыс қалмайық кәні. Бәрекелді. Ал құда-құдағи, Ақжарқынды ұядан ұшырыватсыздар, бақытты болсын. Сізде де қалай жақсы қыз бала болса, ана жақта ата-анасына да сондай сыйлы болсын. Әрқашанда тек қана қызық қуанышын, жақсылығын ести беріңіздер. Ал енді Ақжарқын, мен өзіңнің тәтемін ғой. Мына азамат саған айтарым, Ақжарқынды аялап ұстап, ешқашанда ренжітпе, кішкене несі болса көтеріп, әрқашанда мен тек қана
иесі кім олай? Бет. Рахмет. Кәне, бір ауыз сөз. Ал құрметті тойшыл қауым, қош келіпсіздер. Мынау жаңадан келген құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Енді құдағи, бүгінгі енді Ақжарқында өздеріңіз аялап, мәпелеп, өсіріп, енді өздеріңіздің алақандарыңыздан ұшырып атсыздар. 2 жасқа тілерім, бақытты болыңдар, денсаулық тілеймін, үбілі шүбілі болып, Ақжарқын барған жерінде тастай батып судайсың, 2 жаққа сыйлы болып, тек жақсы жақтарыңды көрсетіңдер. Баршаларыңызға той құтты болсын. Қандарыңыз келсін. Ендеше құрметті ағайын, қатарымызға Алла үй келді деп, Алланың өзі сый берді деп қуанып жатқан үлкендеріміз осынау тойдың төрінде. Қол соғыңдар сөзімді менің растап, байқап тұрсақ, көңіліміз той деп асқақ, көз алдымызға бейбектер елестеді, хан ордасына келгендей бұхар бастап деп, бүгінгінің бұхарында етіп, үлкен бағаналы ақсақалдарды алдына салып келген бүгінгі текті құдаларымыз келіп отыр. Баршаларыңыз қошемет қылып отырсаңыздар, сол құдаларыңыздың үлкен қауымын, аталарды, әжелерді, әке аналарды қуанышпен, ықыласпен қадірлеп ортаға шақырайын кәне. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі Ақжарқындың ұзату тойына жиналған қауым. Алла тағала қадамдарына гүл бітсін, осындай той бәйбет жоғыртып отын. Әмин. Шапалақ қылды. Құрметті ағайық. Біз теңгімтік дейтін емеспіз, бәріміз жағар қалықпыз. Руымыз кешегі Аралбай батырдың ұрпағымыз. Кешегі қазір баяғы Сәкен Сейфуллиннің ауылында тұрамыз. Сол Сәкен Сейфуллиннің үлкен күрес болған, жолдас болған Селбаев Аға Сарының ұрпақтары кеп тұр. Әмин. Сол енді ең үлкені кейін мінекей Сәкен немерелері, балалары, немерелері, шөберелері келіп тұр. Қазандарымызға Алла гүл бітсін. Той боласын, 2 бала бақытты болсын. Мынау естімуші бір өтін емес екен. Мынау Талбұлақта Төлеухан күләш деген болған. Мен күләштің бауырымын. Естейм, бәлки. Шекілай, кешегі Мәрдия шыққан Семия, Мәрдия. Әке-шешесімен жақсы қарым-қатынаста болып, сыйластықта болып, жақсы болып өтсібек, мінекей Сәкен бір шоқпақында Мәрдия берген. Сол уақыттарда бітей балет мұна Мәрдия. Қайтын, жат өтпеймін, жаны байымын. Менің өзім 80-ден асып тұрмын. Мінекей Мәрдия айналай бақытты болсын. Мынау Ақжарқындай бала-паланка, қара тағақсырмай тұмсықтағы жоқтырмай, бізге беріп тұрсын. Алла тағала қадамын қайырғасын. Ақ жол болсын, үбірлі-шүбірлі болсын, ады мәсекеуі. Құдайға шүкір өңген өткен ұрпақпыз. Біздің жолымызды берсін, жасымызды берсін. Бақытты болыңдар. Құдалар мен той қылатын, тойдан кейін болмасын. Балалардың қадамы қайыры құтты болсын. Анам болайық. Құдамен құданы құдай отыр, үйіріп атқан ноқта отыр дейді мінекей. Ноқта қосылды, құда болдық, мың жылдық, 100 жылдық күйеу болып тұр. Алла тағала қайырын берсін бәрін. Әмин. Ал енді мына құрметті құдалар, бүгін мына 2 баланың арқасында сіздермен танысып, білісіп, бүгін сіздер балаларыңыздың ер жетіп, осындай жерге тұрмысқа шығып жатқан қазақтың салты бойынша атап өтіп үлкен той жасап жатсыздар.
bizlerмен құлауы болсыздар. Құлалық екі жаққа да баянды болсын, құтты болсын. Енді мен бұл екі балаға тілейтінім Алланың бар жақсы болуы бірінші. Екеуіне Алла бір-бірінен мейірім берсін, әрқашан кешірдіріп берсін. Ата-аналарына екі жаққа да сыйлы болсын екеуі. Ал енді мынау сіздерді құлауып жаңа танысып жатырмыз, еще таныса береміз. Көп сөйлемеуге мен аз сөйлейтін адаммын негізі. Мына сияқты өмір баянды маманды айтпаймын. Сол екі балаға жақсылықты айтайын. Енді екеуінен бақытты болған, шаңырақтары биік болсын, әрқашан құрбы құрдастарының алды болыңдар. Сендерге тілейтінім екеуі бір-біріңе мейірім ақ болсын, бастарыңа бақыт болсын, өз дастархандары кең болсын, жолдастарың мол болсын. Алла не берсе де екеуге қайырмен берсін. Құрметті құдағилар, құрметті көпшілік қауымда жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойласын. Мен мына құдағиларымның ең үлкен апасымын. Құрметті азамат, құрметті ар жақтың сендерге тілейтінім бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, шаңырақтарың биік болсын. Ниеттесеңдер сол тілектерге жетіңдер, бақытты болыңдар. Сендер бақытты болсаңдар, біз де бақытты болыңдар. Дәл осылай сөйлейтін кәрі. Құрметті төршіл қауым, Әнәбия, Мәрзия мынау жасап жатқан ұзату тойы құтты болсын, екі жас бақытты болсын, ойлаған қойған мақсаттарына жетсін, құдалығымыз мұңдылық болсын. Баяғыдан Әнәбиямен баяғыдан танысып жастай бірге жүргенбіз, бірге соламыз, кейін жан-жаққа үйленгеннен кейін өзі тарап кетеді екен ғой. Мен өте қуаныштымын, өйткені мынау азамат бауырыма бізді Әнәбиямен, Мәрзиямен құда жатқанына. Менің азамат бауырым өте ержүректі, өз уәдесінде тұратын азамат, адамгершілігі мол. Мен өз басым сенем, сіздерді әрқашан сыйлап құрметті күйеу болады деп. Құдалығымыз мұңдылық болсын, той-тойларға берсін, екі жас бақытты болсын. Ал құрметті құдаларымнан жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Жаңа Әнәбия сұрап жатыр, наурызбай қай жақтан жүрді? Мен мынау ауыздағы құдаларыңыз Мұраттың туған бөлесім. Ал енді жастар бақытты болсын, азаматпен ақ жарқын. Тең құрбысына алды болсын, аңғай жақсы жағынан көріне берсін. Аңғай бастар аман, дендері сау болып, ертең өмірін шүрлі болып, жақсылығын әке-шешесіне көрсете берсін. Кәне осынау тілекті бір түйіндеп өтіңіз. Ал құрметті құдалар, той құтты болсын. Әнәбия, Мәрзия жақсы жермен құда болып жатсыңдар. Мұрат менің кластасым, әрі жездім болады, дұрыс балапан болады, азамат жиен. Енді екеуің мың жылдық құда болыңдар, күйеу бала 100 жылдық болсын. Алла тағала періштен құлағына шансın, осылардың қызығын көрейік. Той қылмасын, тойдан келді қылмасын, осылар жұғысты болып бізге жолдарын берсін. Қолыңыздар үлкенсіздер, жақсы тілектер болсын. Адамдарымыз құтты болсын, мына екі жас бақытты болсын. Бәрі жақсылық дейміз.
сіздерге жақсы күйеулер болсын. Ал енді мынау құрметті құдағилар, тойларыңыз құтты болсын. Мына той екі жаққа бірдей болды. Енді өзін таныстыра кетсек, біз өзі 11 ағайындымыз. Сіз 5 қыз 6 ұл. Мына құдаларыңыз ағам, Мұрат, сіздердің құдаларыңыз үлкен ағам. Мен 5-шімін. Мен үлкен үйде отырмын сол. Сәкенде тұрамын. Ал енді мынау азамат бауырым, Ақжарқын, мынау аттап атқан қадамдары құтты болсын. Мынау керіліп атқан керегелері кек болсын. Көтеріп атқан шаңырақтар биік болсын. Босағаларың берік болсын. Мынау бізге тек қана жақсылықтарыңды, қызықтарыңды көрсете беріңдер. Мынау азамат бауырым жаңа Марат ағам айтып отыр ғой. Өзі мықты жігіт. Мен тәрбиелеген өзім емдемде болады. Менің айтқаныммен жүреді. Ширақ, молодец. Ал бастар аман болсын, дендері сау болсын, бақытты семья болсын. Келді. Риза мүкәні, менің айтқаныммен жүреді, мен тәрбиелегім дейді. Жеңгей болды дегенде тоқтап қалдыңыз ғой шықпады. Сөйтіп жүрмесін ертең. Құрметті тойшыл қауым, құдақтарылар, бүгін міне мәпелеп өсірген Ақжарқын қыздарымызды ұядан шығып алып отырсыздар. Бағы жансын, сіздерге тек қана қызық қуанышын көрсете берсін. Ал азамат бүгін жүрегінің жартысын, өмірлік жолдасыңды қолыңа қондырғалы отырсын. Тек қана бақыт тілеймін, екеуің өмір айдарында қол ұстасып, ұзақ ғұмыр кешіңдер, үбірлі-шүбірлі болыңдар, бір жастықта қартайыңдар, бірің ақсақалды ата, бірің ақжаулықты әже болыңдар, би болыңдар, би болмасаңдар да би түсетін үй болыңдар. Тек қана осы тойға жиылған әр қонақтың айтып жатқан тілектері, лебіздері қабыл болсын, екі жас бақытты болсын. Ал Алпатай жезде бүгінгі Ақжарқынның қадамы сіздерге құтты болсын, сіздерге құт келін болсын, сіздерге қызмет жасайтын өздеріңізді тек қана қуанышқа, шаттыққа бөлейтін үбірлі-шүбірлі отбасына айналыңыздар. Тойларыңыз, барлықтарыңызға құтты болсын. Әумин айтқандарыңыз келсін. Кәл, осында жаңағы апамды естіп тұрмын, бажасы бар деп отсың. Ал құрметті құдалар, бұл ниеттеріңізге рахмет. Тойларыңыз той болсын, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Мен Мұрат құдаларыңыздың бажасы боламын. Ал ниетімізде жастар бақытты болсын, үлкен орталарының керегесі берік, шаңырағы биік болсын. Осы ауданымыздың бір іргелі өмір, іргелі отбасы болсын. Ал құрметті құдалар, тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Мен Мұраттың кластасы болып, енді осы балалардың ақ жол тілеймін. Құдаларыңыз құтты болсын. Жүзі құтты болсын. Бәрі жақсылықтар тілеймін. Бәрекелді. Ал енді құрметті қауым, бүгінгі екі баланың қадамы құтты болсын. Бағында мен айтып отқан тілектер қабыл болсын, періштенің құлағына шалынсын. Азамат қашан үйленеді деп көптен күткен қызығымыз мына айда аспаннан шығарып бүгін қысын қондырғалы жатыр. Алла ұзағынан сүйіндірсін, екеуі бақытты болып, бізді қызыққа, қуанышқа бөлей берсін. Құрметті қалайық, біз енді мына жерде жаңағы сөйлеп кеткен мен осы жерде жаңа жігіттеріміз сөйледі, біз Мұртекеңнің осы азамат көз алдымызда кішкентайынан өсіп жетіп жатыр. Рас Айман айтып жатыр ғой, көптен күткен тойымыз деп. Не дейміз, қыздарыңыз құтты жерге қонып жатыр. Алла бақ берсін, бізге адал келін болсын. Екі жастың үйлері тек қана қуанышқа, жақсылыққа, кішкентай нәрестелердің
даусына тола болсын. Ал Нұртекенмен Нұрсекеге денсаулық тілеймін. Үбірлі шүбірлі болыңдар. Шөберенің қолына май жағаңдар. Не дейміз, тек қана денсаулық болсын. Осы барлықтарыңызда дендеріңіз сау болып, осындай тойға жете беріңіздер. Рахмет, қандарыңыз келсін. Кәм, келіңіз аға. Құрметті қонақшы қауым, балаларыңыз құтты болсын, балаларыңыз жақсы жерге барып жатыр. Енді осы екі балаға тілейтінім, осы өмірде тек қана денсаулық болсын, жақсылық болсын, жамандық болмасын, айтылған тілектер қабыл болсын. Әумин, қандарыңыз келсін. Болдық па? Енді ортаға шақырып алғанда қыз келіншектер әрине көйлектеріңіз әдемі. Дегенмен, мына осы кім кеш? Азамат ортаға кеш. Кеш сен Азаматқа бір өзіңе тибер жарсын. Рахмет, саған әулет аманат қызды берейін деп адыр аға. Сен уәде бересің бе? Бүгіннен бастап мен сені бақытты қылуға тырысам деп айтшы. Бақытты қылуға тырысам. Қашаннан бастап? Бүгіннен бастап. Бүгіннен бастап сенен басқа қыз көрмеймін деп уәде бересің бе? Иә. Айтшы, бүгіннен бастап дұрыстап айтсайшы. Бүгіннен бастап сенен басқа қыз көрмеймін. Көрмейсің бе? Жан-жағыңа қараш, қыздарды көріп тұрсың ба? Жоқ. Дауын таза бересің. Көріп тұрсың ба? Қалай көрмейсің? Қалжың уатып қой, бірақ дегенмен осында бүгінгі сіздердің құрметтеріңіздегі той. Сондықтан енді осы қыздар деп жатамыз, жігіттер деп жатамыз. Төлеген сен үшін келді ғой, ана шеген айтамын. Есімі кім? Санчо? Санчо. Сен Анчо десе жақсы ма саған? Әжептер тойға келіп, Санжар десеші. Санжар, алмас кезді қанжар. Сен шақырамыз Алла қаласа, орнына барып тұра ғой. Бірақ бүгіннен бастап ешқандай қыз көріп тұрған жоқпын деген қойшы. Жоқ қой. Бұлай болсын енді әйелдер қауым жинап алып жатыр қой. Мен айтқан жоқ, олар айтқан. Әйелдің шашы ұзын, немене дейді? Поняткісі онша емес дейді. Рас айтып жатырмын. Сондықтан көйлектеріңіз таластырайын деген жоқпын. Қазір осы кезде ақылды келіншектерді таңдап алайын дегенді. Ең ақылды келіншекті, ақылды қызды таңдап алайын дегенім. Ол бұлай болады, ешқандай билемейміз, бір-бірімізді көтермейміз. Көйлегіміз бұл жерде алып финалға алып шығуға көмектеспейді, оны өздері көресіздер. Бірақ санаймыз 1, 2, 3-ке келгенде мен ақылдымын дей салдым. Болды. 4, 5, 6-ға келгенде мен ақылдымын. 7, 8, 9 мен ақылдымын дей салдым. 12 ақылды, 15 ақылды, 18 ақылды, 21 ақылды, 24 ақылды, солай кете береді. Кеттік па, дайынбыз ба? Жылдам басталды, назарды бұрайық. Бір, мен ақылдым. Мен ақылдым. Жетеді, мен ақылдым деп жатырмын. Жарайды, көрейік. 8, мен ақылдымын. Міне, осылай кеттік. 1. Мен ақылдымын деді ғой, оңбайды. 10, 11. Мен ақылдымын. 12. Мен ақылдымын деп айтты ғой, 13 қой. Зато сіз красавицасыз. Шын айтсам. Қошемет қып қойыңыздаршы. Жиналып тұрайық. Осылай міне. Қазір реттеліп қалайық. Бәрекет, мен біліп тұрмын қазір. Президент әкеп қойсайшы. Құдай-ау, 18-де қызға немес пе анам? Соны айтып, вақтыға кетіп баратқан жоқ қой. Маңдай подаркты қалай берем мен? Көп баласы бар ма? Бәрекет. Сразу ан жақта да сол обязательно соны елдің көзінше айтып көрек та. Менде 5 балам бар, жүрмін өзімше бойдақпын деп Алла кешірсін деп қойды. Қазір жылдамыздан? 1, мен ақылдым. 4, 5, мен ақылдым.
6. Сізді екі рет кешіремеймін. Аха, орныңызға барып жайғасыңыз. Реттеп қалдық, жылдамдадық. Бір деді. 2. Мен ақылдымын. 5. Мен ақылдымын. 7. Бос кезде не өмірім оқпады өздері. Сіз кім? Мен ақылдым. Молодец. 10. 11. Мен ақылдым. 13. 14. Мен ақылдымын. 16. Мен ақылдым. Зато бодрыйсыз ғой постоянно. Кәне, бәрекелді орнымызға барып жайғаса қояйық. Саған мен ақылды деп ойлаған кісілер кетіп жатыр білмеймін. Кәне, қалай болады? Кәне, жылдамдатып жібереміз. 1. 2. Мен ақылдымын. 4. Мен ақылдымын. Айттым ғой сіз жөнді не досыз деп айттым. Бірақ көйлегіңіз өте әдемі. Көк көйлек қол соғып жіберіңіздер. Бұндай көйлек ешбір қызда жоқ көйлек. Жақсылап соғып жіберіңіздер. Кәне, жылдамдатып 5 болып қалдық. 1. 2. Мен ақылдымын. 4. 5. Мен ақылдымын. 7. 8. Мен ақылдымын. 10. 11. Мен ақылдымын. 13. 14. Мен ақылдымын. 17. Ақылдымын деді ғой. 15 деді. 15-ті мен ақылдымын деп айтты ғой. Ренжімеңізші. Зато көйлегіңіз зол үшкәнге дейсіз барлық шынайды. Молодец. Осындай көйлек сап беріп жүрген бауырыма ризамын мен. Төртеу ақ қалдық. Төртеу түгел болса төбедегі келеді дейді. Кәне көрейік. 1. 2. Мен ақылдымын. 4. 5. Мен ақылдымын. 7. 8. Мен ақылдымын. 10. 11. Мен ақылдымын. 13. 14. Мен ақылдымын. 16. 17. Мен ақылдымын. 19. 18. Көп мақтама тойда деген бар ма? Тойдан подарка алады. Көп мақтаған қыз тойдан подарка алып қайтады деген бар кәне. Қошемет қылып жіберіңіздерші. Толық финалға дейін келген. Шеу қалды, шеу. Қошемет бар ма? Айтып отырмын ғой, кәне кеттік. 1. 2. Мен ақылдымын. 4. 5. Мен ақылдымын. 7. 8. Мен ақылдымын. 9. Солай болып қалды деді. Ренжімейсіз? Бәрекелді Жадыра ханымға қошемет бар ма? Бәрекелді, келіңіздер. Мына құрметті ағайын, тегін емес қой. Сакен ауылынан келіп тұрған. Осындай ақылды жеңгелері бар. Азамат көрдің бе? Ақылды жеңгелерің бар сенің. Қошемет деп қойыңыздар, енді екеулеріңізді бөле жармай қойын. Қазір үйге барғаннан кейін сен апсың, менен ақымақ болдың ғой, анау деп жүрмісің сізге. Бірақ бір ортақ сұрақ қояйын екеулеріңізге. Кім жауап береді, сол жеңеді. Жақсы ма? Бәрібір енді кім лучше екенін біліп жүргенін білсін. Шарман тәне лучше ма? Жақсы онда. Шарман тәнеге қайсысы берсен екен, таңдап алыңызшы.